Үлкен аспанның әйтеуір бір жерінде басқа цивилизация өмір сүріп жатқанына көптеген ғалымдар сенеді. Бірақ оларда неге ешқандай дәлел жоқ. 1950 жылы Энрико Ферми мына сұрақты қойған болатын. Басқа планеталықтар қайда? Конспирологтардың жағындағылар өзге планеталықтармен контакт бар және оларды бізден жасырады деген нәрсеге күмәнмен тіпті күле қарайды. Бірақ құпия болып қалады. Өткен жылдары Кеплер телескопы күнге жақын жұлдыздардан 100 планета тапқан болатын. Және бұған қарап тек қана біздің галактикамызда 500 триллион планета бар деп мәлімдей аламыз. Егер әрбір 10 000 планетаның біреуі экзопланета, яғни өмір сүруге қолайлы болса, біздің галактикамызда кемінде 50 миллион экзопланета бар болады. Енді мынау сіздерге. Біздің жер планетасы Биг Бангтан кейін шамамен 9 миллиард жылдан соң формасын қалыптастыра бастады. Біздің галактикамыздағы өте көп планеталардың бар екені олардың мүмкін одан да ерте пайда болғанын көрсетеді. Мүмкін жер пайда болғанына миллиард, мүмкін миллион жыл бұрын ол жақта тіршілік болған шығар. Егер әйтеуір бір планетада тіршілік болған болса және ол жақта да технология болатын болса, жер планетасындағы технологияның қарыштап өсуіне өте көптеген жылдар керек болады. Жер планетасының соңғы 100 жылда технологияның өте қарқынды дамығанын көре аламыз. Ал миллион жыл бұрын саналы тіршілік болғанда өркениеттің галактиканы бағындыратындай технологиясы болар еді. Мүмкін үлкен энергия генератор арқылы, немесе планетаралық, галактикааралық ғарыш кемелерімен бұл мүмкін нәрсе болар еді. Сондықтан да егер бұл мүмкін болғанда өзге цивилизация өздерін көрсету үшін электромагнитті сигналдарды жіберер еді. Бірақ бәрібірде ешқандай дәлел жоқ. Неге? Жарайды, бұған бірнеше мүмкін деген жауаптар бар. Кейбіреуі сізге ұнамауы мүмкін. Мүмкін басқа цивилизация суперсаналы және галактиканы жаулап алып адамдар дамып кетпесін деп радио мут қойып қойған шығар. Я, бұл кішкене ақымақтау жауап. Мүмкін бізден басқа өте алып әлемде цивилизация жоқ шығар. Мүмкін әр цивилизация пайда болып біз өздерін жойып жібере беретін шығар. Бірақ мұнда кішкене ақылға қонымды жауаптар бар. Ғалымдар көбінесе оларды дұрыс іздемейді және бұйырылған ақшаны дұрыс игермейді. Және тек қана аспанның кішкентай бөлігінен сигнал алынды, басқа еш жерден. Мүмкін біз шынымен де дұрыс іздей алмай жатқан болармыз. Ал егер олардың цивилизациясының технологиясы дамып кеткені соншалық электромагниттік емес толқындарды жіберіп жатса ше. Болмаса мүмкін жақында ғана ашылған қара материяның ішіндегі сигналдарды көрсетпейтін бір процесс болып жатса ше. Мүмкін адамдар дұрыс масштабта іздемей жатқан шығар. Өзге цивилизациялықтардың өздерінің масштабынан кішкентай масштабтарда өмір сүрген қолайлырақ екенін түсініп, өздерін өте кішірейтіп тастаса ше. Өйткені жерде де үлкендеу магнитофондар уақыт өткен сайын көлемін кішкентай айподтарға дейін кішірейткен жоқ па? Мүмкін өзге планеталықтар табиғатқа зиянын тигізбесі үшін өздерін солай кішірейтіп тастаса ше. Және күн жүйесінің өзінде ғана өте көп мөлшерде цивилизация бар болуы мүмкін ғой. Ал егер біздің миымыздағы ойлауымыздың ішіндегілер өзге өркениет болып шықса ше. Жарайды, бұл өте артық болып кетті. Жай ғана ақымақтық. Адамның ойы өркениет немесе тіршілік деп айту ақымақтық. Мүмкін биологиялық өмір жай ғана фаза шығар. Келесі 15 жылда біз басқа планеталардан спектроскопиялық ақпараттар ала алатын боламыз. Яғни ол жақта өмір бар ма? SETI деп аталатын басқа цивилизациялардың ізін іздеп жүрген проект әлемнен дәл қазір өте көп ғалымдар өз үлестерін қосуда. Және жерде де тіршілік ең басына қалай пайда болуы мүмкін екеніне эксперименттер жүргізіліп жатыр. Бұның барлығы бізге осы әлемде басқа өмір бар ма, соған жауап береді. Жарайды, жауап табылмаса да бір нәрсені ескерейік. Біз көп нәрсеге жауап білгіміз келеді. Сол мақсатта көптеген ізденістерді бастаймыз және жауабын шынымен де табуға ұмтыламыз. Қараңыз,
әлемді зерттей берген өте қызықты нәрсе. Өйткені зерттеу бұл жалықтыратын нәрсе емес, керісінше адамзатты сансыз мүмкіндіктерге алып келеді. Сондықтан әлемді танудан қорықпаңыз.